Сәлем достар, бүгін сіздерге ең оңай жеңіл жолмен панкейк жасау жолын көрсетемін. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. 250 граммдай сүтімізді құямыз, сұйық майымызды құямыз. Шекерімізден саламыз. Жақсылап отырып миксерлейтін боламыз. Біріктіріп. Жақсылап миксерлеп аламыз. Осылайынан әдемілеп отырып миксерлеп аламыз. Екі жүз граммдай ұнымызға 10 граммдай разрыхлитель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Аз-аздан сала отырып, біріктіріп миксерлейміз. Жақсылап біріктіре отырып, осылай миксерлеп аласыздар. Арасына түйіршігі қалып қоймау керек. Барлығын бір келкетіп отырып, жаймендеп миксерлеп алу керек. Барлығын біріктіріп, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін ыңғайлы ыдысымызға салып аламыз. Қызып тұрған табамызға осылайынан аз-аздан құя отырып, панкейкімізді жұқалап пісіріп алатын боламыз. Оттың асы жай болу керек. Қатты қызып кетсе, осындай қарайып кетеді. Сондықтан жай отта аз-аздан жаймен отырып, реңін келтіре отырып, әдемілеп пісіріп аласыздар. Аз-аздан құямыз. Екі жағын аудара отырып, барлығын теңдей етіп пісіріп аламыз. Осындайдан бірнеше бөлік шығады. Бөле отырып, барлығын теңдей етіп осылай пісіре беретін боламыз. Өте дәмді болады. Балдар сүйсіне жейді. Бүгін мен балдарымның өтініші бойынша пісірдім. Осы рецептпен жасасаңыздар, идеальный, әдемі, дәмді болып шығады. Аз-аздан осылай құйып алып, екі жағын аудара отырып, әдемілеп пісіріп аламыз. Толықтай барлығын пісіріп алғаннан кейін, басқа ыдысымызға әдемілеп панкейктерімізді орналастырамыз да, қалаған соустарыңызбен балдарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан идеальный, әдемі болып шығады. Осылай екі жағы қызарғаннан кейін түгелдеп пісіріп аламыз да, отымызды өшіріп, басқа ыдысымызға салып, мен осындай қылып пісіріп алдым барлығын. Үстінен карамельный соус құйдым. Өздеріңіз қалауларыңыз сгущенка, қиястырма, қаймақпен кез келген соуспен жей беруге болады. Осындай алып карамельный соуспен отбасыма ұсындым.
Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.